Аты жөнім Сатаева Жұмагүл. 1972 жылы Атырау облысы Қызылқоға районында дүниеге келдім, Сағыз станциясында. Сол 2004 жылы осында келдім. Алғашқы қозбригадир техничка болып жасадым. Енді осы жерде тазалықшы болып жүріп, осы жерде үйрендім. Қыздарға қарап, негізі енді жұмысымызды көп тұстар, ауырлау. Сосын үйреніп кеттім, осы жерде жасағанның өзіне де уже 7-8 жылдай болып қалды. Қиын жалпы жұмысымыздың өзі мына бір ненің өзі почтенниктің 20 килоның көлемінде ғой, полностью комплекті. Соны енді мына жақтан келіп жатады, әуелі мына жерден бері қарата ан жақтан жуып келеді, 30 градуста. Оны мына жерден шығарып сүртеміз, разбавить етіп. Сосын мына нелерге салып, жаңағы очистка жасаймыз, ролигін қараймыз, ішіндегі сепараторын қараймыз, ана наружный көлсіне қараймыз, сосын бар ана жаққа уже жинауға жібереміз, суытып. 6-7-8 сағатта ана жерде суу керек. Сосын оны қайтадан жинақтап, ана жерге барып экрға саламыз. Мына жерде негізі мына 60 градустан былай жуылып келеді. Бері қарата почтенниктер. Сосын алып мына шашамыз. Сосын осының ішін сүртеміз. Мына баратын бармайтын мына несін қараймыз. Наружный көлсінің. Мына мысалы годен барады. Енді ролигіміз сүртеміз. Ролигіміз таза. Егер бірақ шығып, мына жерде елочка болатын болса, оны мынаған салып тазалаймыз. Роликті осылай жоғары қарата, маркировкасының бәрін жоғары қарата жинаймыз. Енді мына бірінші экрға саламыз, бірінші экрға мынаны тексереміз, подшипнигімізбен ана. Годен болса, қазір диаметрімен осевойнысын көрсетеді өзі. Одан анда автоматик. Уже годен подшипник. 35-40 грамда майын құямыз. MP1. Сосын дайын жібереміз. Өстіп бірден бастап 24-кен 96 подшипник осылай өлшейміз. Мысалы 24 дөңгелекке дайын болу үшін. Сосын бұрын енді болса 90-да мысалға қолмен жазатын едік қой. Қазір енді кішкене болса да жұмысымыз жеңілденді. Мына компьютер арқылы осыған лақтырамыз. Енді жұмысымыз ауыр болса да, оны ауырлығына қарамаймыз ғой. Өзіміздің енді үйде қолданып жүрген затымыз болғасын, бір ерекше тағам болғасын, сол ерекше тағам ретінде өзім қызығушылығым танытып осыған енді жасаймын осылай. Бұл енді өзіміздің қазақи бұрынғыдан келе жатқан ұлттық тағам, мұның түрі деп айтуға болады. Бұны өзім кішкентай кезімнен, өзімнің жанұямнан, мамаларымнан үйрендім. Бұрынғы кезде мына соғым сойған уақыттарда мына бүйенге деген ет майын турап, жаңа ішіне әртүрлі тұз бұрышын сеуіп, пиязын сеуіп, осындай дәмдеуіштермен осы мынандай бүйенге тығып, пісіріп, сол күні кесіп беретін бүрме қарын деген бар. Онда тоже сол бір малдың қарынына, мысалы қой малы болса, оған кішілеу қарын болады. Ал егерде сиырдың жарты қарын, жартылай алып, кейбіреулер мысалы жылқының жабағының қарынына салады. Оғанда мысалы мен өзім 4 түлік малдың етін салам оның ішіне, бүрме қарынға. Қойдыкін, сиырдыкін, түйенікін, жаңа жылқыныкін. Ішіне қасын салып, жаңа картофын тоже пиязын андай дәмдеуштерін қосып, оны да
біріктіріп тігіп, ассорти болса 4 түлік малдың ішінде енді. Енді бір қонақ шақырғанда өзіме, бір мереке болып осындай бір өзіміз бала шағаммен бір жиналып ас жей қояйық деген уақыттарда өзіме бір ерекше тағам ретінде қолданамын. Коллектив жақсы ұйымшыл, екісімен жұмыс жасаймыз. Енді жұмыс көбейіп кеткен жағдайда 4-сіменге дейін бардық. Жақсы енді, мысалы өзіміздің жоғарыда бухгалтер қыздарымыз да жақсы, кадрымыз да жақсы тұрғызған. Өзіме жақсы ұнайды енді. Қыз балдарға енді ауырлау негізі, өте ауыр. Біздер енді жасап кеткесін өте қиын. Сестр деген енді түсініп тұрған шығарсыз өзіңіз енді. Жалпы ер адамның жұмысы ғой.